Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода тоқішек туралы айтатын боламыз. Ас қорыту жолының 3 негізгі бөлігі, алдыңғы бөлік, ортаңғы бөлік және соңғы бөлігі бар. Соңғы бөлікке соқыршек, тоқішек және тікшекті жатқызамыз. Соқыршекке аппендикс жалғанады және оның қабынуы жедел ота жасауды қажет етеді. Тоқішекте ас қорыту жүрмейді. Онда су және минералды заттардың сіңірілуі жүзеге асады. Тоқішектегі бактериялар Б және К дәруменін өндіреді. Антибиотиктер ішек микрофлорасына, яғни ішекте тіршілік ететін бактерияларға зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан антибиотиктермен емделу барысында немесе одан кейін ішек микрофлорасын пребиотиктермен қайта қалпына келтіру керек. Ішектің ішіндегісі тоқішектен тікішекке түсіп, онда су сіңіріледі. Оның үлкен дәреттің құралуында маңызы зор. Тоқішектің сыртқы қабаты шышты қабат. Оның астында бірыңғай салалы бұлшықет және дөңгелек салалы бұлшықет қабаты бар. Олардың үйлесімді қозғалысы ішек жолының перистальтикалық қозғалысын қамтамасыз етеді. Ал перистальтика өз кезегінде ішек ішіндегісінің араласуымен ары қарай жылжуында маңызы зор. Тоқішектің ішкі қабатында ішектің шышты қабығы бар. Оның беті эпителий жасушаларынан тұрады. Олардың арасында құтыша пішінді жасушалар кіріккен. Құтыша пішінді сілекей бөлетін бір жасушалы бездер, олар шышты қабықтың жабысқақтығымен сақталуына жауап беретін муцинді өндіреді. Эпителий ұлпалары арқылы шышты қабықтың қан тамырларына су, минералды заттар мен дәрумендер сіңіріледі. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа.